бастамас бұрын сіздерден сұрап өтсем. Сіздер білетін тарихтағы беделді әйелдердің атаулары кім-кімді біледі? Фельдшер. Домалағана. Домалағана, тағы? Фариза Омарсынова, керемет. Сосын? Мәншүк Мәметова. Мәншүк Мәметова. Сіз айттыңыз? Тереза. Тереза. Сосын? Хиуаз. Хиуаз, тағы? Айша. Голда Меир. Керемет. Тамирис. Голда Меир. Тамирис, рахмет үлкен барлықтарыңызға. Осы тізімді жалғастырып, мен негізі қазақ әйелдерінің, қыздарының тарихтағы рөлін айтып өтсем. Жұмыс істемейді ме? Қаттыға басып көріңізші, жасып тұреді жаңа. Иә. Отыра салды. Мен шамақ шықпен күшім бар. Қазақ тарихында әйелдердің рөлі негізі ерекше. Неге десеңіздер, олар тек қана отбасына ғана емес, сонымен қатар елдің саяси, әлеуметтік шаруаларына қарым-қатынасын білдіріп отырған. Сондай қазақ қыздарының бірі беделді де. Қазақ қыздарының бірі Хусни Жамал Нұралыханова. Бұл кісі қазақ даласында алғашқы қыздар мектебін ашқан болатын. 1872 жылы Бөкей ордасында сұлтандар әулетінде дүниеге келіп, сонымен Қазандағы земство мектебін бітіріп, 1894 жылы Бөкей ордасында алғашқы қыздар мектебін ашып, ол жерде орыс тілінен сабақ беріп, және де сол мектепті керекті кітаптармен қамтамасыз етіп отырған. Яғни бұл мектепте беделді де қайратты Разия Мендешева, Амина Маметова, яғни Мәншүк Мәметованың анасы сынды, сонымен қатар Алма Оразбаева сынды қайраткер қыздар бітіріп шыққан болатын. Келесі Алма Оразбаева, ағартушы, қоғам қайраткері. Бұл кісі қазақ қыздарының құқығын қорғап, ерікті болып, сол алғаш 1919 жылы партияға кіріп, сол партияда жаңағы қазақ қыздарының құқығын қорғап, қалың малға деген тыйым салу, сонымен қатар бірнеше әйел алуға тыйым салу, сонымен қатар жаңағы осы партияның ішінде жүріп, Қызыл киіз үйі бағдарламасы бойынша ауылды жерлердегі мектептерге барып, ауылды жерлерге барып, қазақ қыздарын оқумен, жазумен үйреткен болатын. Ол кісі жайында айтылған сөз: алма мені адам қылды. Сәрсенбай деген әкем менің 5 жасымда қалың малға сатып жіберген. Амалдың жоқтығы, кедейдің кедейі болатын. Сонда ауылдағы байдың баласы ауру балаға мені аттастырған. Ал алма болса араша түсіп, мені қолымнан алып, мектепке апарып, барлығын үйреткен осы кісі. Яғни осыны айтып өткен Нұржамал Саналиева, қазақ кісі әлеуметтік қоғам министрінің орынбасары. 1924 жылы Алма Берлинде коммунистердің әйелдердің 3-ші халықаралық конференциясына қатысып, ол жерде Клара Цеткинамен кездескен болатын. Бәріміз білетін шығармыз, Клара Цеткинаның кім екенін. Яғни біз 8 наурызды сол кісінің көмегімен үнемі тойлаймыз. Келесі Хиуаз Доспанова. 1922 жылы Атырау облысында дүниеге келген. Мектепте оқып жүрген кезінде ұшқыш болуды армандайды. Сол мектепте оқып жүріп, запастағы пилот куәлігін алып шыққан. Бұл кісі орта мектепті алтын медальмен бітірген. 19 жасында медицина саласында оқып жүрген кезінде екінші дүниежүзілік соғыс басталып кетті. Бұл кісі соғысқа аттанған. Негізі Атыраудан кім? Атыраудың тумасы бір ма? Сіз білетін шығарсыз, ұшып келген кезде аэропортта әуежайдың атауы тұрады. Хиуаз Доспановаға байланысты.
2008 жылы бұл кісі қайтыс болады, ал 2019 жылы Атырау әуежайына Хиуаз Доспанованың есімін іледі. Бұл кісінің негізінен медальдары өте көп, оның ішінде Германияны жеңгені үшін, сонымен қатар ең тәжірибелі, ең жоғарғы мадақтама ол дегеніміз халық қаһарманы атағын алтын жүзікті берілген. Келесі Гүлсім Асфендиярова, қазақ еліндегі алғашқы дәрігер. Гүлсім Асфендиярова 1880 жылы 12 қазанда Шымкентте дүниеге келген. 1901-1908 жылдары Санкт-Петербургте әйелдер медицина институтын оқып бітіріп, Ферғанада дәрігер болып жұмыс істеген. Қазақ әйелдері үшін 30 акушер оқуын беріп, сонымен қатар 30 төсектік жеке аурухана ашқан. Айша Ғалымбаева. Көрсе көз тоятындай суретші, және де қазақта беделді ең алғашқы суретші болып, онымен қатар қазақтың көрнекті де киімдерін тіккен. Бұл кісінің қазаққа әйгілі кесе қымыз, қазақ елі, ата мекен атты туындылары бар. Нұрсұлу Тапалова, қазақтан шыққан алғашқы балерина. Нұрсұлу Тапалова 24 жасында қазақ КСР еңбегі сіңірген актриса атанған. Қазақтың тұңғыш журналист қызы Назипа Қалжанова 1887 жылы Торғайда дүниеге келіп, Ыбырай Алтынсарин атындағы мектепті тәмамдап шыққан. Назипа тек қана журналист емес, ол сонымен қатар Лев Толстой, Максим Горький сынды жазушылардың шығармаларын қазақша аударып, Алаш ордасындағы құрамындағылармен үндес болған. Әйел бір қолмен бесікті тербетеді, бір қолмен әлемді тербетеді дегеніміз рас екенін көріп отырмыз. Рахмет.